Қан кетудің түрлері және олардың сипаттама. Қан кету дегеніміз зақымданған қан тамырларының қанның құйылуы, шығуы, қан кету деп аталады. Зақымдалған тамыр сипатына сәйкес артериялық, веналық және капиллярлық қан кету болып бөлінеді. Артериялық қан кету ірі артериялық зақымдардың кезінде пайда болады. Ол жарадан, ал қызыл түсті қанның шапшаң ағуымен сипатталады. Ірі артериялық сан иық зақымдануы зардап шегуі өмірге қауіп төндіреді. Веналық қан кету ірі вена тамырларының зақымдануына кезінде болады. Жарадан қою қызыл түсті қан үздіксіз жайлап ағады. Кейбір веналардың, мысалы мойын, жаралану кезінде олардың ішіне ауа кіріп қалса, зардап шегудің өліміне әкеп соғуы да мүмкін. Капиллярлық қан кету ұзақта қан тамырларының жаралануына салдырған пайда болады. Оның ерекшелігі жараның жоғарғы бетінде қан ағады. Күйіктің пайда болу себептері және оның ауырлық дәрежесі. Күйік жоғары температура, химиялық заттар немесе йодтаушы радиациялық әсер ету нәтижесінде тіндердің зақымдануы. Термиялық күйік жоғары температура, қызған заттар, ыстық сұйықтық, өртенгіш жанармай қоспасы, бу, фосфор, жарықтық күюлер әсерінен туындайды. Химиялық күйіктер бірқатар химиялық заттардың қатты қышқыл, фосфор, ал сәулелік күйік иондаушы радиациялық әсер ету кезінде пайда болады. Бірінші дәрежелік күйік кезінде терінің қызаруы, ісуі және ауыру байқалып, ол 2-3 күннен кейін жазылады. Екінші дәрежелік күйік кезінде қызарған теріде іші мөлдір немесе лай түсті сұйықтық толған әртүрлі көлемдегі күлдіргілер пайда болады. 5-6 күннен кейін немесе одан да кейінірек жазылады. Үшінші дәрежелік күйік кезінде терінің өлі беттеушісі дамиды. Сонымен қатар, 4-ші дәрежелік күйік кезінде тереңде жатқан тіндер терісі өліп, қара көмірленіп, гангренаға айналады. Естен тану. Естен тану сананың уақытынша жоғалуын естен тану немесе талу деп атайды. Талу миға келетін оттегінің құрт азаюынан, оған себептер отырған не тұрған жердің қапырығы, артериялық қысымның төмендеуі тағы басқалар болып табылады. Дене сау адамдарға уайымдап, толқу, қорқу, бастарын соғып алу, жарақатты алу, сондай-ақ мойынның қысуы салдарынан пайда болады. Естен тану алды. Науқас әлсірейді, көзі қарауытады, құлағы шуылдайды, басы айналады, жүрегі айниды, тершеңдік басады, терісінің бозаруы бірнеше секундтан бірнеше минутқа созылады. Жарақаттану және қан кету кезінде көрсетілетін алғашқы медициналық жәрдем. Жарақаттану кезінде алғашқы медициналық жәрдем көрсетудің мақсаты қан кету уақытша болса да тоқтату, жараны ластанған және оған микробтар түсуінен сақтау, зардап шегушінің ауруын бөсеңдету, асептикалық ережелерін қатаң сақтау керек. Қан кету тоқтату, жараға микробтардың түсуінен
болдырмау үшін көбіне жараға стерильді асептикалық таңғыш құю арқылы жүзеге асады. Мұның алдында жараның шеті 2 рет йодтық спиртпен ерітіндісін жағады. Ал ол жоқ болса, шетін этил спиртімен, арақпен немесе одеколонмен сүртеді. Жараны жууға тыйым салынды. Назарларыңызға рахмет.